Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңыз? Білеміз бой достар, көріп тұрғандарыңыздай бүгін біз көптен күткен выживание, бірақ біз коробкалардың ішінде выживание ететін боламыз. Әртүрлі коробкаларға барып, сол жерден миссияларды орындап шығатын боламыз. Сіздер видео бастамас бұрын лайк басып, контрибут көтейік, себебі 3 подписчикке өте азалған болатын. Сіздер жеткіздік. Так, біздің жанымызда осындай ит бар екен. Так, ал бізде сундукта не бар екен? Сундукта бізде қызыл шапка бар, сары жидеше бар, жасыл дамбал бар, розовый етік бар екен. Базар жоқ, бәрін киіп алайық достар тезірек. Так, бірақ бізде мұнда не дейді? Правила и ачивки дейді. Ладно. Бізде правила не дейді? Вот. Түсінікті. Не деген керемет правила? Бұны жасаған адамның басы қатысты екен. На. Сен правилаңмен ойнамаймыз біз конкретно. Любой тянуть цик-цик спайт қой конкретно. Кеттік достар, короче, біз қазір барып бірінші ағашымызды сындырып алу қажетпіз. Сосын барып басқа островтарға барай. Басқа островды қатып қалғаннан кейін солай ойладым, сол бесеудеп. Алайда төртеу шықты. Мен версия жасадым, версия бар емес пе нақты? Бар емес екен. Онда біз өзімізге достар меч жасайық, себебі меч бізге керек болу керек алдағы уақытта. Және кирка жасайық. Және ең маңызды зат достар, ол әрине хоп. Ей, ойлаймыз кім? Все, міне. Так, оны жасадым. Так, енді бізге қошым айтқанда нақтағын ерін бәрін қазып жүру керек басқа островқа бару үшін. Бүгінгі видеода хотя бы 2 островқа да бару біздің арманымыз достар. Немесе осы просмотр жинап түсек. Себебі сонда мен күн сайын выживание осындай карталарды өтіп шығаратын боламын. Так, қай жерге барсақ болады екен? Давайте осы жерге барайықшы достар. Все, осы жерге қазір салынатын боламыз. Так, оның бізде неше давайте, бірақ қанша біз. Жеткенше, короче, кеттік конкретно. Так, біздің островта достар бұлай қара болсақ болады екен, айтпақшы алмаз бар ма, жоқ екен деп. Так, бізде тастар өте көп болды ма, по идее достар. Комментке жазып кетейік, неше тас болғанын. Короче, достар, мен не островқа жеткеннен кейін сіздерге видеоны қосатын боламын. Короче, достар, мен островқа жеттім, ақыры бірдеңе қылып, и бізде мұнда дейтін бір какой-то блоктар, және мұнда книгалар, неше түрлі жарайды, бұларды бүйтіп ала салайық. Бізге алдағы уақытта керек болар, ал бізге ет керек. Сондықтан да тамақтардың бәрін шығаратын боламыз. Тамақ ма не? Неужели тамақ? Короче, бірақ сендер Майнкрафтта қатып тұрсыңдар, сондықтан сендердің өзіңдерің қажетсіңдер. На, тамақ жаттар. Бәрін достар өлтірейік достар, себебі бізге бұндай шалыншалар керек емес. Так, оп, бергелер. Так, мә сайын қоса. Ал біз бәрін қырып алғаннан кейін видеоны қосатын боламын. Короче, біз бәрін қырып келдік, енді біз өзіміздің островқа қайтайық, себебі бізде кеш батып жатыр екен. Базар жоқ. Ал біз достар онда тастан кирка жасауымыз керек. Мен достар верстік байы мұны яқты. Так, есік жоқ қойып, себебі бізге қазір монстрлар атаковать етіп жатса, сондықтан да біз есіктерді жауып жасайық. Ё-моё, неге бәрі күттай? Біткені сынан астына құттыры жылда не қазбек. Так, короче, біз аңда 3 достар железа көріп тұрмын. Асайтын болсақ, короче, так, сондықтан да біз өзімізге қазір кирка жасап алайық, тезірек. Не үшін екенін айтайын достар, бағана достар мен ана жерденошым айтқанда не көрген білесіздер ма? Мен ана жерден достар алмаз көрдім. Емес ол алмазға қарай біраз баруға тырысатын боламын. Кеш әлі басталмады ма не достар? Кеш батып жатқан сияқты еді. Так, әлі кеш емес пе не? Ё-моё, қатырады ма? Әлі кеш емес пе не? Так, сария кеш болмаса, бізде уақыт бар әлі. Жарайды, біз осылай жасап алайықшы. Так, опана тез жасап аламыз. Және де оны
Дәл осында қоямыз, сосын барып біз осы иронды қайнататын боламыз. Бірақ неге қайнатамыз, достар? Біз 2-ақ қана уголь керек тұрмаған. Қазір көреймін, мына жақтарда уголь бар ма екен, жоқ па екен, достар? Астынан так. Оппана тұр, ана жерде мен уголь көрдім, так что осы астына қарай біз қасып кетеміз. Қазір не үшін екенін айтамын, себебі бұның астында бізде уголь бар. Алайда бізге бұл суды алып салмасақ болмай кетеді, так что біз бұл суды ала алмаймыз екен. Так, шын достарына бәрін қазір не істеп болғаннан кейін қосатын боламын. Достар, қараңыздар, мұнда алмаз жатыр. Ема, потолок, достар. Жарайды, достар, біз бұл жаққа әлі келерміз. Короче, біз қазір барып тезірек жасап алу керекпіз. Кеттік ал. Достар, біз угольға бекерден бекер барттық, себебі бізге үшіне дайын екен. Ал бізде бірақ ағаш жоқ. Не істейміз ал, достар? Ал енді мынау қалай болды енді, достар? Ағаш жоқ екен. Енді бізге ағашы бар. Островқа бару керек, достар, ема. Тек, бізде ағашы бар, жақын жерде қандай остров бар? Жарайды, достар, онда біз ана жаққа бару қажет екенбіз. Ал, достар, біз ағаш бар островқа қарай жолымызды, яғни сапарымызды бастайын деп жатыр. Сіздер видеоға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Егер де мен блогым жетсе, осы видеоға лайк басып кетесіздер. Ал, достар, мен ана астында, достар, көріп қалдым, достар, алмаздарды. Жарайды, бұл поле болып қалды. Бірақ біз ана жерге шейін жетуге біраз бізге уақыт керек болады. Ал енді біз стопқа қоя тұрамыз тағы. Достар, сіздердің лайктарыңыздың арқасында мен бұл ағашқа да жеттім. Енді бізге тек қана бүкіл ағашты кесіп алып, ана островтағы алмаздар мен осы островтағы алмаздардың бәрін теріп алу керек. Яғни бүгінгі біздің осы бірінші сериядағы тем алмаздарды, яғни алмаз табу болып тұр. Жарайды, тезірек алмаз табайық. Келесі серияда біз ана жерге және осы жерге баратын боламыз. Менің уже мынадай алып шығып кетті ағаштардан. Алайда мен, достар, тезірек 18 ағаш жинап алдым. Енді тек қалғаны астыға түсіп, мына астта тұрған алмаздар мен өзімнің үстімдағы алмаздардың бәрін алдым. Бізге біраз уақыт кетейін деп тұр, сондықтан тағы да стоп. Ал, достар, біздің енді қалғаны алмаздарды қазып алу ғана қалды. Кеттік ал, достар, алмаздарға. Бұл біздің ең бірінші алмаз. Оны алдық. Ал бұл бізде екінші алмаз. Ал бұл бізде үшінші алмаз. Ал бұл біздің ең алғашқы тұрғындармен саудаласатын изумруд. Ал мынау бізде 4-ші немесе 5-ші алмаз. Ал бізде бұл 6-ші алмаз немесе 7-ші. Достар, біздің де видеомыз осымен соңына келіп жетті. Егер де осы видеосы ұнаса лайк басып, тіркеліп аңызыңыз бітейік, достар. Мына иттердің көзіне қызыл десеңіздер, себебі бағана бір қызық жағдай орын алды. Яғни мені иттер талап, яғни мен өліп қалдым да, алмаздардың жартысы күйіп кетті ме, білмеймін. Достар, оны комментте жазып кетейік. Қанша алмаз болғаның. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де осы видеосы лайк басып, тіркеліп аңызыңыз бітейік. Сіздермен болған мен Владя. Пока-пока. Чао.